Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен квашеная капуста жасайтын боламыз. Жасап қана қоймай, мен сіздерге оның пайдасын айтатын боламын. Ең алдымен осындай капустамызды алып, ұсақ етіп, пышақтың көмегімен не болмаса, өзінің арнайы үкішінің көмегімен турап алатын боламыз. Квашеная капуста, яғни тұздалған қырыққабат, кәдімгі балғын қырыққабатқа қарағанда пайдасы әлде қайда зор. Егер осы тұздалған қырыққабатты күнде ас мәзіріңізге қосып, тағамдармен қосып жейтін болсаңыздар, сіздердің ағзаларыңызға өте керемет, ағзаларыңыздың сау болуына көптеген септігін тигізеді. Тұздалған қырыққабаттың құрамында өте көп витаминдер мен минералдар бар. Бұл тұздалған қырыққабаттың құрамында С витамині болғандықтан, оны күнделікті қолданатын болсаңыздар, тұмаудың және суық тиюдің алдын алатын өте керемет емнің бірі болып табылады. Ал құрамындағы А және Е витаминдері сіздің теріңіздің қартаюына алдын алады және шаштарыңыздың сынғыш болмауына, тырнақтарыңызға өте керемет септігін тигізеді. Осы қырыққабатымызды ұсақ етіп турап алғаннан соң ыдысымызға саламыз. Жасалу өте оңай, бір жасап қойсаңыздар көпке жетеді, сондықтан осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәруменге бай тағамды жасап, денсаулықтарыңызды жақсартыңыздар. Осылай ыдысқа салғаннан соң, оның үстіне күштен өткізілген бір дана сәбізімізді саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай 5-6 дана осылай қара бұрышымызды салып жібердік. Және тұз қосамыз. Бір ас қасықпен толтырмай осылай тұз қосып алыңыздар. 2 лавр жапырағын қосамыз және де жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып жатқан кездің өзінде капустаның, яғни қырыққабаттың сөлі бөліне бастайды. Жақсылап тұзы барлық жеріне жететіндей етіп араластырыңыздар. Араластырып болғаннан соң кәдімгі стеклянный ыдысқа сақтайтын боламыз. Немесе ағаш ыдысқа сақтайсыздар, басқа эмаль, пластикалық ыдыстар жарамайды, сондықтан осылай банкаға сақтасаңыздар болады. Осы банкамызға осы капустамызды тығыздап салып шығамыз. Мейлінше тығыздап салып шығыңыздар, сол кезде өте дәмді болып, әрі суы көп болып, керемет болып бөлінетін болады. Осы жарты қырыққабаттан 800-900 грамм, ары кетсе 1 килограммдай болып шықты. Сол 1 литрлік банкеге сыйғызу керек. Тығыздап, менде 1 литрлік банкеге сыйды. Көріп тұрғандарыңыздай тығыздап орналастырдым және де астына тәрелкемізді орналастырып, бөлме температурасында 2-3 күнге қалдыратын боламыз. Сол кезде тұздалған капусталарымыз ашып, өте дәмді болып шығады. Тіпті артық салмақтан арыла алмай жүрсеңіз де, осы квашеная капустаны тағамға қосып жеу арқылы бірнеше килограммға арықтауыңызға болады. Квасить етіп жатқандағы бөлінетін қышқылдықтың әсерінен ісік кетіретін витаминдер пайда болады, минералдар. Сондықтан, егер арықтағыңыз келсе, квашеная капустаны жеңіздер. Бірақ өте қатты көп көлемде жеуге болмайды. Ересек адам күніне осы тұздалған қырыққабатты 150-200 граммнан артық жемеу қажет. Бұл қырыққабат сіздің асқазан ішек жолыңызға да өте көп пайдасы бар. Өте пайдалы витаминдерге бай болғандықтан, осы квашеная капустаны көптеген ауруларға ем. Осы капустаны жеу арқылы сіз денсаулығыңызды жақсарта аласыздар. Қандай ауруларға ем екенін қазір айтатын боламын. Егер сізде астма, анемия және қаны аздық, жүрек аурулары болатын болса, ішіңіз қатып, запор жиі мазалайтын болса, осы квашеная капустаны тағамға қосып міндетті түрде тұтынып көріңіздер. Сіздің денсаулығыңызға көп пайдасын тигізеді. Осы капустамызды осылай шпажканың көмегімен газын шығарамыз. Сол кезде қышқылдығы кетіп, өте дәмді болады. Күніне 2-3 рет осылай жасаймыз. 3 күн аралығында бөлме температурасында қалдырамыз. Одан кейін қолдана беруге болады. Көріп тұрғандарыңыздай газы шығып жатыр. Бұл капустаны алып көптеген салаттар, запеканкалар пісірсеңіздер болады, немесе дәл өзін тағамға қосып жей беруге де болады. Осылай 2-3 күн аралығында газын шығарып, астына тәрелкеге аққан суымызды алып, қайтадан согын алып, қайтадан үстіне құйсаңыздар болады. Бетін қақпақпен жауып қажет емес, сөлі ағатын болады. Осылай дайын болған 2-3 күн аралығында газын шығара отырамыз. Дайын болған капусталарымыз, көріп тұрғандарыңыздай, қытырлақ болу керек, бірақ қатты емес, орташа, кішкене жұмсақ та болу қажет. Сол
дайын болған капусталарымызды алып, тоңазытқышқа салып 2 аптаға дейін сақтауға болады. Ол кезде қақпағын жауып сақтай бересіздер. Мен бұл квашеный капустадан винегрет салатын жасадым. Өте керемет дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Осындай керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, все дегенді таңдап қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сіздермен болғаныма Дина.